Ол шоколадкалар мынандай. Шымбаты. Дәл осындай Вонканың тақта шоколадкасы. Ішінде алтын билет бар ма екен деп бәрін осыны ашады екен. Осындай шоколадканы сатқан екен Вилли Вонка. 6-шы тарау. 2 билет табылды дейді. Неше билет болды? 5. Соның 2-і табылды дейді уже. 2 бала тапты. Нешеу қалды, значит? 3. Шанс аздау, Чарлида. Көрейік, давай. Ертеңіне бір алтын билет табылды. Тауып алған Агустус Глуп деген бала екен. Мистер Бакет әкелген кешкі газеттің бірінші бетінде оның үлкен портреті басылыпты. Суретте жасы 9-дан шамасындағы үрлеп қойған шардай домаланған семіз бала. Денесінен қатпар-қатпар май салбырап, алып қамыр зуаласына ұқсайтын жалпақ бетіндегі жылтыраған қарақат көзі тесіле қарайды. Агустус Глуп тұратын қала өзінен атақты адам шыққанына масаттанып, дырду-думан болып жатыр, депті газетте. Терезелердің бәрінен жалаулар желбіреп, мектептер оқушыларға каникул жариялапты. Даңқты жеткіншектің құрметіне тұрғындар мерекелік шеруге шығыпты. Агустус алтын билеті тауып алатынын өзімде сезбем, дейді баланың шешесі газет тілшісіне берген сұхбатында. Оның күніне жейтін сансыз шоколадтың арасынан алтын билет шықпауы мүмкін емес еді. Агустустың ермегі тамақ жеу. Оны бұл өмірде тек тамақ қана қызықтырады дейді Агустусты. Менің ойымша, қарны ашпаса тамақ жей бермес еді ғой. Әрі десе өсіп келе жатқан бала ағзасына дәрумен де қажет. Мистер Вонканың керемет кәсіп орнын көру Агустус үшін тебіренерлік оқиға болды. Қуанышымыз қойнымызға сияр емес. Неткен жиренішті әйел, деді Жозефина әже. Неткен жексұрын бала, деді Жоржина әже. Енді 4-ақ алтын билет қалды. Олар кімнің қолына тиер екен, деді Жоп ата. Бұл күндері бүкіл ел, қала берсе бүкіл әлем шоколад сатып алу қызығына кірісіп кеткен еді. Жан біткен сол асыл билеттерді шарқ ұрып іздеді. Орта жасқа келіп қалған әйелдер кондитер дүкенінен бір алғанда 10 тақта шоколадты бірақ сатып алып, астынан жылтырақ қағаз шығып қалар ма екен деген дәмемен сол жерде тұрып, бірден шоколад орамын жыртып жатты. Балалар қолына балға алып, тиын жинайтын доңыз ойыншықтарының күл паршасын шығарып, бір уыс ақшасын көсіп, аласап дүкенге қарай жүгірді. Бір қалада атақты қарақшы банктен 1000 фунт стерлинг ұрлап, ақшаны сол күні Вонка шоколадына жұмсапты дейді. Полиция үйіне іздеп келгенде, ол тау болып үйілген шоколадты еденде ұстарамен аршып отыр екен. Алыстағы Ресейде Шарлотта Русси деген әйел 2-ші билет тауып алыпты деген сыбыс тарап еді. Бірақ ол шылғи өтірік болып шықты. Өтіріккен. Мен сеніп қалдым ғой. Ағылшынның атақты ғалымы профессор Фолбоди шоколадтың орама қағазын ашпай-ақ, оның ішінде алтын билет бар жоғын анықтап беретін механизм ойлап тауыпты. Құрамында титтей алтыны бар затты сезсе болды. Ол механизмнен бір қол атып шығып, әлгі затқа бас салып жармасады екен. Бар мәселеде сөйтіп шешілгендей еді. Алайда өкініштісі үлкен әмбебап дүкенінің тәтті сататын бұрышта профессор жұртқа әлгі өнер табысын жарнамалап көрсетіп жатқанда, сол жерде тұрған бір ханымның жасанды азу тісіндегі алтынды сезіп қойған механикалық қол атып шығып, ханымның аузына кіріп кетеді. Әмбебап дүкенде үлкен жанжал шығып, жұрт алтын сезгіш механизмнің күл талқанын шығарып шағып тастайды. Чарли Бакеттің туған күні қарсаңында газеттер 2-ші алтын билет табылғанын хабарлады дейді. Жұлдызы оңынан туған алыстағы бір үлкен шаһарда тұратын ауқатты отбасының Верука Солт есімді кішкентай қызы екен. Мистер Бакет тағы да билетті тапқан адамның суретін басылған газет әкелді. Верука әкесі мен шешесінің ортасында алтын билетті жоғары көтеріп желпіп, екі езуі екі құлағына жетіп тұр. Веруканың әкесі мистер Солт тілшіге билетті қалай тауып алған туралы құлшына айтып беріпті. Қызым алтын билетті қайтсең де тауып бер деген соң, бірден қалаға шықтым да, көзіме түскен Вонка шоколадтарын бәрін сатып алып бастадым дейді. 1000-даған, 100 000-даған шоколад сатып алдым дейді. Сосын оларды жүк машинесіне тиеп, тіке өзімнің кәсіп орныма апардым дейді. Айтпақшы дейді, мен жер жаңғақ өңдейтін кәсіппен айналысам.
Онда жер жаңғақтың қабығын жарып, ішіндегі дәнін қуырып, тұздайтын 100 шақты әйел жұмыс істейді дейді. Олардың күні бойы айналысатын жұмысы жер жаңғақ ашып, оны тұздауға дайындау. Келдім де жұмысқа, қыздар деді. Қазірден бастап жер жаңғақ шағуды доғарыңдар депті. Мына шоколадтарды орамын ашыңдар дейді. Олар айтқанымды істеді. Бәрі жабылып, таңынан кешке дейін бір тыңбай шоколадтарды орамын аршумен болды дейді. 3 күн өтті дейді. Жолымыз болған жоқ дейді. Сұмдық қиналдым дейді. Кішкентай Верукамның көңіл күйі күн сайын нашарлай бастады. Үйге кіргенде алтын билетім қайда? Алтын билетті тап! Деп папасын ұрсады екен қызы. Бақырып жылап, жер тепкілеп, бірнеше сағат бойы орнынан тұрмай жатып алатын шығарды дейді. Кішкентай қызының қайғысы менің де жаныма қатты батты. Сұрағанын тауып бергенше іздеуді тоқтатпауға өз-өзіме серт бердім дейді. Сөйтіп жүргенде 4-ші күні кешке жұмысшы әйелдердің біреуі алтын билетті таптым деп айғай салды. Мен маған бермеу деп қолынан жұлып алып, үйге жүгіріп барып қызыма алтын билетті табыс еттім. Қазір оның жүзіне күлкі үйреліп, үйімізге қайтадан береке берді дейді. Бұл қыз семіз баладан да өткен екен, деді Жозефина же. Жақсылап сабап алар едім, деді Жоржина же. Меніңше, қыздың әкесінікі онша дұрыс емес. Солай ма ата? Деп Чарли күмілжіп. Тым шолжаңдатып жіберіпті, деді Джо ата. Есіңде болсын, Чарли. Баланы қатты еркелеткеннің арты әсте жақсы болмайды дейді. Жататын уақыт болды, балам, деді Чарлидің анасы. Есіңде болар. Ертең сенің туған күнің. Ертерек тұрып, сыйлығыңды ашуға асығарсың. Вонка шоколады. Маған вонка шоколадын сыйлайсыздар ғой, я? Деді Чарли. Я, құлыным, әрине, вонка шоколадын сыйлаймыз. 3-ші алтын билетті тауып алсам, не деген керемет болар еді, деді Чарли. Сыйлығыңды алған соң осында кел, деді Джо ата. Орамын ашқаныңда бізде көрейік дейді.